Оқушылар, біз бүгінгі сабақта жасалған бейнероликке монтаж жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге алдыңғы сабақта жасалған өзіміздің бейнеролигімізді әкелеміз. Добавить файл арқылы жұмыс стилінде рабочий стол, одан кейін табиғат деген бумаға кіріп, оның ішінде 55 деген жасаған бейнероликті алып келеміз. Осы бейнероликте кез келген жерін қиып алу үшін осы мына жердегі қызыл сызық бізге көмекке келеді. Жалпы монтаждау үшін осы қызыл сызықты қолданамыз. Қайшының белгісі, мысалы, кез келген жерден қиып алғым келсе, сол жерге апарып қызыл сызықты қоямын. Одан кейін мына жерде қайшының белгісі тұрады, разделить, соны басамын. Енді менің бейнеролигім екіге бөлінді. Соның оң жағындағы бөлігін тартып арасын ашсам, менде бейнеролик екіге бөлінеді. Енді осы жерге мен өзіме қажетті бір суретті қосқым келсе, добавить файл арқылы кез келген бір суретті әкеліп қоямын. Суретім келді, енді сол манағы ашық жерге, қиып алған жерге әкеліп орналастырамын. Енді мен бейнероликке музыка қою үшін қайтадан добавить файл деп рабочий стол, оның ішінде табиғат деген буманың ішінен Садрадиннің бір өлеңін қоя қояйын. Менде өлеңім түсті, музыка. Енді осы музыканы тартып әкеліп аудио жолаққа орналастырамын, яғни аудио дорожкаға. Егер өлеңім жетпей тұратын болса, басына әкеліп осылай ысырып қойуыма болады. Енді менің видеом қысқа болып тұр, ал аудиом, яғни музыкам ұзын болып тұр. Қажет емес жерін қайтадан мына қызыл сызық арқылы қиятын жеріме апарып қоямын қызыл сызықты, сосын разделить деймін. Менде бөлінген бөлікті тінтуірдің оң жағын басып, удалить батырмасын басуыма болады. Іске сәт, ал енді өздеріңіз де жасап көріңіздер.